Қаржылық сауаттылығыңыз қандай деңгейде? Қаражатты дұрыс игерудің жолдары қандай? Осы мәселені кеңінен түсіндіру мақсатында Ұлы Дала қоғамдық қорының жүргізуімен Аманат партиясының қаржысыз қоғам жобасы жүргізіліп жатыр. Бұл жоба арқылы адамдар тапқан табысын дұрыс пайдалануды, оны мақсатты жұмсай білуді, ақшаны арттыру мен жинақтаудың жолдарын үйренеді. Сондай-ақ мамандар тарапынан бизнес жоспар дайындау, құқықтық кеңес беру секілді тегін көмек көрсетіледі. Қазіргі несие көп, қарыз көп заманда, қоғамда осы қарызды қалай жабу керек екен, қаржылай қалай сауатты болу екен бізге Бибігүл ханым үйретіп жатыр. Осы үшінші күнде үйренгенім, біраз нәрсе үйрендік негізі. Қарызды қалай, енді қарызды қарызбен жаппау керектігін, жаңада шыдамдылық керек екен, ең бірінші шыдамдылықтың керек екен бізге үйретіп жатыр. Ақшаны жинауда, инвестиция жасауда өзіңе. Сол нәрсе, енді бірталай нәрсе үйреніп жатырмыз. Қазіргі қоғамда қаржыны дұрыс жоспарламаудың салдарынан қарызға белшесінен батып, несие алушылардың қатары көбейген. Статистика бойынша несие алушылардың 75% әйел адамдар, оның 60%-ын көпбалалы аналар құрайды. Ал студенттердің 80% өз атынан несие рәсімдеп үлгерген. Адамдар көп жағдайда телефон, киім-кешек, азық-түлікті қарызға алуға және несиені несие арқылы жауып үйренген дейді бизнес-тренер. Алғашқы екінші, үшінші күннен бастап осында келіп отқан орта еңбек ақы 120 мың теңге айлықпен келіп отқан адамдардың өздеріне депозиттеріне ақша жинақтап үйреніп жатыр. Тек қана депозитке емес, сонымен қатар басқа да құралдарды үйреніп жатыр. Акция, облигация қалай салу болады, брокерлер дегеніміз не, халық инвестке қалай кіруге болады, болмаса фридомға деген сияқты. Бұның ішінде ең қауіпсіз ақша жинақтау түрі бұл депозит. Жоқ дегенде соған депозитке ақша жинауды олар сол бірінші, екінші сабақтан бастап өздерін дағдылатып үйретіп жатыр. Семинар тренинг 5 күнге жалғасады. Әр ай сайын 3 лекпен оқытылады. Айта кетейік, қаржысыз қоғам жобасы арқылы жобасынан бері 500-дей азамат өзінің қаржылық білімін арттырған. Бұл шара жыл соңына дейін ай сайын жүйелі түрде жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Қатысуға ниетті кез келген азамат қоғам фин сайтына тіркеліп, немесе Аманат партиясы филиалына хабарласып, қаржылық сауаттылықты тегін меңгере алады. Әсел Алдашева, Бақытжан Ахметұлы, жаңалықтар. Жаңаөзенде балалар мен жасөспірімдердің суда жүзу қауіпсіздігін арттыру мақсатында бассейнде тегін жүзіп үйрету сабақтары ұйымдастырылуда. Оған әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалар қатысып жатыр. Алдымен олар арнайы маманның жетекшілігімен жаттығу жасап, бой сергітіп алады. Содан кейін су бетінде өзін еркін ұстап жүзуге арналған әдіс-тәсілдерді үйренеді. Шомылу маусымындағы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында осалты отбасыларының балаларын бассейндерде тегін жүзуге меморандум жасақталған болатын. Осы қала әкімінің қолдауымен білім бөлімі, спорт бөлімімен бірлесе меморандум Таубұлақ демалыс орнында және Рахмет Өтесенов атындағы денесін шынықтыру сауықтыру орталығымен меморандум жасақталған болатын. Осы шомылу маусым басталғалы бері жалпы білім бөлімінен берілген тізім бойынша 50-60-қа жуық бала оқытылуда. Қалалық төтенше жағдайлар бөлімі, білім және спорт бөлімдері арасында жасақталған меморандумға сәйкес жасөспірімдер аптасына 2 рет суда жүзу мүмкіндігіне ие болып отыр. Шомылу маусымы басталғалы бері 60-қа жуық оқушы қатысқан. Мамандардың айтуынша әр баланың жүзіп үйренуіне шамамен 1 айға жуық уақыт кетеді. Қатысушылар үйірмеден көп нәрсе меңгергендерін жеткізді. Менің келіп жүргеніме 1,5 аптадан асты. Бұл жерде өте жылы су және де барлығы қамтамасыз етілген, және де баллончиктар бар, батып кетпеу үшін, және өзінің адамдары бар болып келеді. Және оларда жаңадан жаттығулар жасатып, жүзуге ыңғайлы қояды. Бұл бассейнге келместен бұрында жүзіп жүретінен, енді бассейнге келіп, одан сайын өзімді шынықтырып, арттырудамын. Яғни ағайлары өте керемет, және де түрлі әдістерді үйретеді.
Аталған шара 2023 жылдың жаз мезгілінде бастау алған. Биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Суда жүзіп үйренудің ағзаға пайдасы мол екендігі белгілі. Сондықтан мамандар балалардың денсаулығы нығайып, қауіпсіздігі артады деген сенімде. Ажнат Қазиева, Баққали Зиядинов, жаңалықтар.